Саясаттағы оңшылдар мен солшылдар туралы не білесіз? Осы бағыттарды қысқаша қарапайым түрде түсіндіріп көрейін. Солшылдар мен оңшылдар саясаттағы екі негізгі бағыт. Олардың айырмашылығы көзқарастарында, қоғамдық басқару тәсілдерінде және құндылықтарында. Бұл терминдер француз революциясы кезінде пайда болған. Сол кезде парламентте әртүрлі бағытты қолдайтындар оң жаққа немесе сол жаққа бөлініп отырғандықтан сол заманнан бері солшылдар мен оңшылдар деп атау әдетке айналған. Бірінші солшылдарға тоқталайық. Олар негізінен пролетариаттар, яғни шаруалар мен жұмысшы табындағы адамдар болды. Солшылдар барлық адамның құқығы тең болғанын қалайды. Кедейлер мен байлар арасындағы айырмашылықты азайту үшін байлықты қайта бөлуді ұсынады. Солшылдардың тағы бір идеологиясы мемлекет халықтың біліміне, әл-ауқатына және денсаулығына көбірек жауапкершілік алу керек деп санайды. Мысалға, тегін медицина және тегін білім беру. Бірақ солшылдардың мемлекет құрылымына қарсы анархизм бағыты да барын ұмытпау керек. Ал оңшылдарға келсек, олардың көбі буржуаз болды, яғни капиталистік қоғамдағы басқарушы байтап. Оңшылдар әр адам өз өміріне өзі жауап беру керек деп санайды. Оңшылдар еркін нарық пен бизнестің дамуын қолдайды. Байлар мен кедейлер арасындағы айырмашылықты табиғи нәрсе деп қабылдайды. Алайда бұл бағыттың ұлтшылдық және фашизм басқару формалары да бар. Бұл ультра, яғни аса оңшыл немесе аса солшыл деген мағынадағы қос бағытқа да қатысты радикал түрлері. Біз айтып отырған екі бағыт та қоғам үшін өте маңызды және әрқайсының өз кемшілігі мен артық тұстары да бар. Ақпарат ұнаса лайк баса кетіңіз.